Мен 115-ші негізгі мектептің 6 сынып оқушы Алдаберлі Аягүл. Мамандықтың сырын ашамыз. Республикалық форумының қатысушысымын. Мамандықтар әлемін ашамын республикалық форумында қатысушысы. Амангелді қызы Айда нөмір 115-ші негізгі мектептің 6 сынып оқушысымын. Назарларыңызға осындай мамандықтар тізімін ұсынамын. Қазір көпшілік жаңа мамандықтар десе елең ете қалады. Онысы түсінікті, бауыр еті баласының келешекте қандай маман болатынын алаңдамайтын ата-ана жоқ. Қазақстанда да озық елдердің дамуымен иық теңестіруді көздейтінін ескерсек, 2050 жылға дейін жаңа мамандықтар өндіріске еніп қалар деген болжам да жоқ емес. Сити фермерлік осыдан 10 жыл бұрын басталды. Ең алғаш 2012 жылы Сингапурде зәулім үйлердің шатырларын көгалдандыру үшін қолданылған. Тәжірибені Оңтүстік Корея, Қытай, Біріккен Араб Әмірлігі, Америка құрама штаттары, Франция елдері енгізді. Шаруашылығы саласы. 2050 жылға қарай әлемде 2 миллиард адам азық-түлікке тәуелді болуы ықтимал. Сол себепті де ғалымдар келешекте ауыл шаруашылығы саласы престиж мамандықтардың көшіне көтерілді дегенді алдыға тартып отыр. Ал жаңа технология ауқымы кең алқапта жұмыс күшін аз пайдаланып, мол өнім алуды көздейді. Сондықтан да зерттеушілер таяу жылдары бірнеше жаңа мамандықтың ауыл шаруашылығы саласынан айналып өте алмайтындығын жарыса айтуда. Соның бірі осы сити фермер. Сити фермерліктің болашағы зор, көкөніс пен шөпті жыл бойы өсіруге болады. Ал өндірісте көп уақыт пен үлкен үй-жайлар қажет емес. Мысалы, егер құлпынайды 2 айда өсетін болса, микрошөпті 8 немесе 25 күннің өзінде кесіп ала беруге болады. Шет елдерде сити фермерлікке орасан көп инвестициялар салынады. Из года в год. Второе. Профессия имеет колоссальное социальное значение, ведь работа сити-фермера оказывает положительное влияние на экологическую обстановку и дизайн мегаполисов, а также позволяет создавать новые рабочие места и сокращать количество продуктов, содержащих ГМО. Третье. Сити-фермеры будут получать высокий оклад в любой точке мира. Четвертое. Сити-фермер при необходимости может применять свои знания в неземных агропромышленных хозяйствах. Пятое. Доступность образования. Ведь получить навыки, необходимые для работы в этой сфере, можно во многих аграрных вузах РФ. Шестое. Профессия интересная и необычная. Он тесно связана с классическими агропромышленными технологиями и инновациями. Минусы. Первое. На данный момент востребованность сити-фермеров на рынке не очень высокая. Второе. Область изучена не до конца. Where does it teach? Future representatives of the city farmer profession will study at the leading agricultural universities throughout the country in the areas. What is city farming? City farming is one of the promising directions in the development of agriculture. The future, which implies the construction of vertical plant and animal farms in the skyscrapers of megatrends, which all ought to obtain environmentally friendly and productive regulators of the natural climate at the time of year. City farmers will be in such organization using the latest technologies. Фермер адам. Ол өнімнің сапасын басқарушы және агроном және биолог. Жұмыс мәселелеріне жауапкершілікпен және ұқыпты қарайды. Үлкен ұжымды басқара алады, жоспарлау дағдыларына ие, адалдықпен, құзыреттілікпен үнемі оқуға деген ұмтылысымен ерекшеленеді. Табиғатты жақсы көреді, кәсібін дамытуға ұмтылады. Сити фермерлікте тиісті климат пен өсімдіктерге қолайлы жағдайды қамтамасыз етудің маңызы зор. Олар не үшін? Бизнес үшін немесе өзің үшін өсірілетінде түсіну керек. Егер бизнес үшін өсірілетін болса, онда өз клиенттері туралы түсінік болуы қажет және бизнестің өзі қаншалықты тиімді екенін түсіну керек.